Қазақ халқының ұлттық тағамдары. Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған, әрі қастерлеген. Ел жадында мәңгі сақталып қалған ас адамның арқауы деген қағида осындай терең ұғымның қалтқысыз түсінігі болып қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың орнын тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары қойған. Қазақтың ұлттық тағамдары үшке бөлінеді: ет тағамдары, нан тағамдары, сүт тағамдары. Ет тағамдары қазақтың басты ұлттық тағамы. Етін жеп сорпасын ішеді. Жылқының етінен қазы, жалжая, қазақша ет, қуырдақ, шұжық дайындайды. Ұннан жасалатын тағамдар: нан, мыжыма, қиықша, шелпек, таба нан, бөртпе, қазан жаппа, күлше, төңкерме, бауырсақ, құймақ, ши бауырсақ, тағы басқа. Шұбат — сүттен жасалатын тағам түрі. Айран — ұйытылған сүт, оның қаймағы алынған сүттен де алынбаған сүттен де дайындауға болады. Шалап — көбіне жаз айларында шөл басатын бірде-бір пайдалас сусын. Сүзбе айраннан немесе қайнатылған іркіттен дайындалады. Сондықтан ол екіге бөлінеді: қатық сүзбе, құрт сүзбе. Қатық сиырдың, қойдың, ешкінің қаймағы алынбаған сүтінен ұйытып әзірленеді. Құрттың түрлері әртүрлі болады. Дәрумендерге өте бай болады. Біздің халық сүтті қатты қастерлеген. Қайталық ақты баспа дейді. Ақ дегеніміз не? Бұл сүт, айран, қатық, қымыз, шұбат. Осының барлығын ақтың құрамына кіреді. Өйткені ол сүт.